бұл бөлімде бізде осы 4 стигманың бізде сабақ өтетін болады, яғни бұл жақта механикалар болады. Мына төртеуі сөйлесіп жатқан кезде Сары көп қыртпай алдарыңа қараңдар, сабақ өтеміз дейді. Бүгінгі біздің тақырып осыны рестолн және неше түрлі механикалар дейді. Олар бүкіл жазып отырады дәптерлеріне. Және рестолнды қалай алу керек екенін көрсете бастайды. Және де одан факел жасауға болады дейді. Факел адымды қалды. Сосын жаз деп рұқсат, күшті болған екен бұл. Және де осы факел неше түрлі заттарды қосуға болатын Сары түсіндіре бастайды. Ал біздің төрт кейіпкер оны күн жазады. Бірақ та бұл солай емес. Бұл төртеуі жерін асып кетеді. Және бұл жақта енді сабақ қызық өтеді. Және мияқты рычагты қосқан кезде свет жанады. Кнопкамен және де басатынмен және сандықмен де тоже жанады. Және бұны тоже олар жазып алады. Ары қарай олар асқа тағы түсіп кетеді. Бұл жақта олар есікті және де ұмытып қалдым. И потом тоже было, тоже білмеймін. Және де мына вагонетка. Бұлардың бүкілін тоже бір осының бүкілін үйреніп, бірдеңе жасайды ғой, жарысып. Одан бұлар әдетте осының бүкілін жасап алады, жазып алады, то есть. Тоже какой-то осыны бірдеңе ұмытып қалды. Механика теория, оны да түсіндіре бастайды, қалай жасау керек екенін. Көріп тұрғандарындай бұл реально жұмыс жасайды. Әрине бұл керек. Және де осындай какой-то бір бірдеңеден осындай бірдеңе жасауға болады, И ары қарай тоже осындай бір зат келмесе, механикалар көп зат білмеймін, бірақ та осыны бұрып, осылай бір заттарды қойып, осыны жағып өшіруге болады деген сияқты. Ал бұл бізде ұмытып қалдым тұстарына қалдым. Яғни осыдан біз осындай бір ракета жасауға болады, ұшақ. Кайфе негізі. Жапон бұндай жұмыстар жасап көргенмін, TikTok-тан ба. Бұлар тағы да көп заттар өте бастайды, бірдеңелер шұқылап әйтеуір. Бұл тоже қызық сабақ екен. Шынымен осындай сабақ болса, әрине. Әрине бүкіл түсіндіріп жатыр. Қалай түсіндім өзім қақпаушы еді негізі. Бірдеңе түсіндіріп жатыр, мен бірақ түсінбедім оны. Және де осындай бір блокпен олар көтеріп кетеді, бетке шығады осы жердің бетінен. Бірақ мен түсінбедім тоже оны қалай істеген. Бірақ та содан шыққанда олардың дәптерлері су болып қалады ғой. Және де осы Сары бүкіл рестолн деген бүкілін алып, бұлардың әрқайсысын таратып шығады. Және де осы заттардың бүкілін алып, сендер өздерің не түсіндіңдер, солардың бүкілін жарысып жасайсыңдар дейді. Және де кім жеңеді, солсына кубокты алады дейді. Ал біздіңкілер әрине келіседі бұған. Бірақ та тез болу керек, әйтпесе уақыт бітеді. Сонымен біздікілер ареналарын алады, және де орнына не жасау керек екенін. Қызыл, не жасайды деп ойлап қашасыңдар. Қызыл бірінші осындай бір машина жасайды, шошқа жуындыратын. Ал бізде какой-то бір осындай тамақ істейтін жасайды, және де бұл қызық болады. Ал мынақта біз жалпы негізі бұлар пайдаланып істеу керек болды, бірақ та бұлар ойын істеп жатты, көріп тұрғандарындай. Және де оранжевый ойын жасады, бірақ та ойынды бетіп бұрылып қалған кезде мынау деген фанафас деп тастады. Фрейден айтқан кейін ойын істеп тастады. Ол мына бұзу керек дейді, өйткені против достар. Және де мына жасыл енді бұрылып болдым деп кетіп бара жатқан кезде тағы да мынау осындай бір ойын істеп тастайды. Бұл екі адамдыққа ойын, яғни. Бірақ бұлар түсінбеді пайдаланып істеу керек екенін. Да ладно. Сосын жасыл тоже өздікін сындырып тастайды. Одан кейін оранжевый деп қарап қалса, о май гад болады, Тетрис деймін, сондай ойын жасап, тіпті базар жоқ ема. Одан кейін hello деп тұрады, жеңілдің дегендей болып. Бірақ та ол қайттан сындырады, Ал біздің Сары маяқта ойнап тұрған кезде уже уақыт болып кетеді кәдімгідей. Ол кубокты алып, және өзінің кітабын алып, уақыттың біткенін байқап, сол біздің төрт кейіпкерді тексеруге аттанады ғой. Ал қарасақ, уже осындай зат істеп тұрды, базар жоқ қызыл. Мен ойынша қызылтатын сияқты. Және де соны кір болып тұрған жануарларды алып, оны вагонетқа отырғызады. Және де автоматически сабын кіріп, бүкілін жуындырып, тап-таза қылдырып шығады. Вот, достар. Бұл тоже жақсы механика екен. Әрине ол шапалақ деп, бұл Сары 3 қызылға 5 қояды. Бірақ та шошқа бәрі по-любому кір болып кетеді. Ал мына жақта көк бізде осы тамақ механика екен. Маған тамақ мынаны алады, ведроға су салады. Кнопканы басқан кезде өздерің көріп тұрсыңдар, не болатын, Осы блокты мектеп шығып, осы қазағы автоматически түседі. Бұл тоже жақсы зат негізі. Молодец.
бірақ та дәмін көресің ба деп отырған кезде сары фукет жоқ болып кетеді. Оған бағасын қойып әрмен қарай кетеді. Әрмен қарай кеткен кезде бізге мыналар көрсетеді, не жасап тастаған мыналар, ё-моё, не компьютер мыналар информатикадағы бірінші буындағы мальчик компьютер вообще. Короче, ол Майнкрафт істейді, ну типа бір ойын екіді. Және де короче осылай блок түсіндіруға болады дейді. Әрине оған шапалақ дейді. Бірақ та бұған тоже балл қояды. И және де ал енді жасылдікі тоже оранжевыға ұқсас екен. Бірақ бұның кнопкалары өте көп. Бұны 4 адам ойнау керек негізі. Короче, бұл Майнкрафт жасап ғой то же самое. Бірақ та бұл 3-ті вроде. И және тоже браво дейді. И және де осы 4-еуі саундтық шешеді, яғни кім жеңді, кім жеңбеді деген сияқты. Сары ойланып тұрып, короче, мына екеуін мен ұтсам екен деп тұрған кезде сары кубокты алады да просто так қызылға береді. Себебі қызылдың заты өте пайдалы болды, және де эконом. Ал бірақ біздің мына көкелер түсінбейді ондайды. Бірақ өмір ғой деп жұбатып тұрған кезде оған осындай кубок жасай кубок береді. Бірақ та ой маған керек емес, өзің ал дейді. Бірақ ол саған подарка дейді, короче. Бірақ та бұл подарканың құпиясын білмеген сияқты. Рахмет деп тұрған кезде